Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген «100 вещей ничего личного» деген фильмді айтып беремін. Барлығы арғы атадан басталады. Оның әйелі екеуінде 57 зат болды, бірақ алғашқы дүниежүзілік соғыстан кейін оларда тек Құдайға деген сенім қалады. Атасы мен әжесінде 200-ге жуық зат болды, бірақ Гитлердің келуімен оларда ештеңе қалмады. Сонда да олар болашаққа сенетін еді. Ал анасы мен әкесінде тіпті 650-дей зат болды, бірақ бәрібір оларда бақытты бола алмады. Қазіргі заман адамдары күніге орта есеппен 10 мыңдай зат қолданады. Сонымен қатар оларда бостандық пен болашақ бар, бірақ осылардың қайсы бірінің олар қадірін біледі. Пауль жас жетістікке жеткен ойлап табушы. Ол өзінің ойлап тапқан құрылғысындағы қыздың даусымен оянады. Ол мұны жалғыздықты сезінбес үшін ойлап тапқан. Төменгі қабаттағы пәтерде Паулдың ең жақын досы және серіктесі Том оянады. Бұл жігіттің таңы Паульге қарағанда өте белсенді. Ол тұра салып спортпен айналысады. Содан кейін душ қабылдап өзінің сергітетін кофесін ішеді. Жас кейпін сақтап қалу үшін ол өзінің түр әлпетіне өте қатты мән береді. Бүгінгі маңызды кездесу алдында досы төсектен енді тұрып жатқан кезде Том әдемі киініп оны есіктің алдында күтіп тұрады. Ол әрең дегенде досының ондаған костюмдерінен бірін кигізіп, жүздеген шашылып жатқан кроссовкалерден бірін таңдап үйден алып шығады. Сұхбаттасуға олар сияқты мыңдаған жас ойлап табушылар жиналып қалады. Барлығы өз өнімдерін ерекше деп санайды. Сонда да Том мен Пауль үлкен компанияның басшысы Дэвид Цукерманның назарын өздеріне аудара алады. Бірақ бұл жағдайдан кейін достар арасында жанжал туындайды. Өйткені Том өзінің досының үстінен тәжірибелер жүргізіп келген болып шығады. Ол досына айтпай дауыстық көмекші арқылы адамдардың әлсіз жағын анықтайды. Онымен қоса бұл тәжірибені, бұл құрылғыны ойлап тапқан Паулдың үстінен жасайды. Серіктестер жетістіктерін тойлау үшін түнгі клубқа келеді. Бірақ Пауль досының жасағандарын ұмыталар емес. Ақыр соңында масайып қалған жігіт сахнаға шығып, досымен бірге 100 күн ішінде оларды қоршаған барлық нәрсесіз өмір сүреміз деп бәске кіреді. Ертеңіне таңда киімсіз оянған Пауль түнде не болғанын есіне түсіре алмайды. Бірақ Том барлық жағдайды оның есіне салады. Кеше кешкісін барлық жұмысшылардың көзінше ол бірінші жеңілген адам жеңген адамға бүкіл мал-мүлкінің жартысын береді деп айтады. Енді олардың қолында керек заттар жиналған бөлменің кілті ғана бар. Бірақ бұл бөлмедегі заттардан тек тәулікте біреуін ғана қолдануға болады. Есікті ашқаннан олар бірден өздерінің үстілеріне киім таңдайды. Паул өзіне қалың күртеше таңдап алады. Ал Том болса суық қыстың түнінде тоңбау үшін спальный мешок алады. Паул ойынды бұзып бір-екі заттар қосып алмақшы болады. Бірақ Том бірге тапқан ақшаларымызды қауіпке қоймайық деп досына заттарды тез қайтаруын айтады. Жігіттердің ата-анасы келіп ұлдарының бәсекеге кіргенін біледі. Таңқаларлығы олар ұлдарының ойын қолдап, осы арқылы олар керексіз заттарға қаражат жұмсамауды үйренетінін айтады. Арада бір апта өтеді, жігіттер өздеріне алғашқы керек заттарын жинап алады. Ең қызығы, Том өзіне ыңғайлы қажетті заттарды алса, Паул өзінің виртуалды көмекшісімен сөйлесу үшін смартфонын таңдайды. Ол онымен бос уақытында сөйлесіп жатады. Жігіттер Люси есімді әдемі қызбен танысады. Қыз достардың бәсекесі қалай өтіп жатқанын көруге келеді. Том бірден іске кірісіп, қызды кездесуге шақырады. Ал Пауль болса не болып жатқанын түсініп те үлгермейді. Кездесуге Том көзінде көзілдірікпен бірақ шалбарсыз келеді. Өйткені оның бір көзі қатты қызарып кеткен еді. Кешкі ас тұз бен дәмдеуіштер болмағандықтан қыз ойлағандай дәмді болып шықпайды. Осыған қарамастан олар романтикалық кеш өткізіп бір-бірімен ашылып сөйлеседі. Бірақ Том өзінің шын мәнінде бай екенін айтқанда қыз күліп жібереді. Өйткені Том тұратын бос пәтер мүлде бай адамның үйіне ұқсамайтын еді. Кеш енді қызып, жастар бір-біріне жақындай түскенде Пауль келіп олардың кешін бұзады. Бірақ Паул ол жерде ұзақ уақыт қалмады. Досы оны сыртқа шығарып жіберіп, қызбен бір түнін бірге өткізеді. Түнде Паул қартайған әжесін көру үшін үйіне барады.
Әжесі оған соғыс уақытында бір ғана чемоданмен өмір сүруге мәжбүр болғанын айтып береді. Осыдан кейін жігіт бақыттың байлықта емес екенін түсінеді және де оған өмір сүру жеңілдей бастайды. Таң атады. Паулдың жасаған құрылғысын сатып алғысы келетін өте үлкен компанияның бастығымен кездесу күні келеді. Бірақ Том тәуекел етіп, бір ғана құрылғының орнына барлық компанияны ұсынып, ол үшін 14 миллион евро сұрайды. Әлгі адам бірден келіседі. Достар арасында тағы да жанжал туындайды, өйткені Том өзінің досымен ақылдаспай осындай шешімдер қабылдайтын еді. Бірақ жігіт өзінің шешіміне сенімді болғаны соншалықты тіпті түсіндіргісі келмейді. Сонымен қатар жігіт өзінің жеңетініне қатты сенімді. Ол Паул жақын арада өз жеңісін мойындап, бұрынғы өміріне қайта оралады деп санайды. Жанжалдың кесірінен достар бәсекенің шарттарын одан ары қарай қиындата түседі. Өйткені Паул достары Томға көмектесіп кішкене заттар қосып беретінін білетін еді. Сол үшін де ол енді алаяқтық жасап ұсталған адам бірден ұтылатынын және де бүкіл компанияны алатынын айтады. Паул әжесінің больницаға түсіп қалғанын естиді. Сонымен қатар ол больницадан шыққан соң ата-анасы оның қарттар үйіне апарып тастайтынын естіп мұңаяды. Ол ешкім көрмей тұрса да ойын шартын бұзбау үшін анасының темекі үшін берген ақшасынан бас тартады. Мұны көрген анасы қуанып қалады. Ауруханаға әжесін көруге келген Паул Люсидің психологтың кабинетіне кіріп бара жатқанын көріп қалады. Қызды тосып тұрған жігіт қыздың ұзақ уақыт бойы тәуелділікпен күресіп келе жатқанын біледі. Бірақ қыздың тәуелділігі есірткіге немесе ішімдікке емес еді. Ол ұзақ уақыт бойы керек емес киімдерді сатып алу тәуелділігімен күресіп келе жатады. Паул өзіне кешкі асқа 1-2 алма алу үшін қоқысқа келеді. Бір кезде жігіттің алдына қымбат машиналар келіп тоқтайды. Сөйтсе бұл әлгі Паулдың жасаған құрылғысын сатып алғысы келетін компанияның бастығы екен. Цукерман жігітке керек емес адамдардан бас тартып өзімен бірге жұмыс жасауды ұсынады. Тіпті гарантия ретінде ол жігітке басқа елге алынған билет береді. Бірақ Паулге жігіттің негізгі көздеген мақсаты ұнамай қалады. Өйткені миллионер виртуалды көмекшісінің арқасында адамдарға керек емес заттарды сатып алғызғысы келеді. Оның үстіне дыбыстық көмекші Нана адамдарға бірден үйреніп, олардың ең жақын досы болып алады. Осы арқылы ол адамдарға жаңа шыққан тауарларды айтып, оны тез арада сатып алу керек екенін кеңес беріп тұрады. Люси гаражын сатып жібереді, өйткені қыздың өте көп қарызы бар еді. Том бұл Паулдың жасаған ісі екеніне сенімді еді. Достар арасында тағы да жанжал пайда болады. Бұл жанжал бәсеке басталғалы бері жалғасып келе жатқан еді. Паул Томға телефонында қыздың номері бар екенін және де телефонын алып қызға хабарласуына болатынын айтады. Бұл ойдан кейін Том Паулдың бұл жағдайдың барлығын ұйымдастырғанына одан бетер сенімді болады. Өйткені Том телефонды алып қызға қоңырау шалса ұтылатын еді. Досымен қайта-қайта жанжалдаса бергеннен шаршаған Паул ақыр соңында беріледі. Үйге келген Паул анасының жылап отырғанын көріп, әжесімен бірдеңе болып қалғанын сезеді. Том Люсиді іздеп табады және де қызға, қарыз алушыларға оны ұстап берген Паул екенін айтады. Мұны естіген қыз күліп жібереді, өйткені ол үнемі қашып жүруден шаршап, қарыз алушыларға қайда екенін өзі айтқан болатын. Оның үстіне қыздың енді ауруы одан бетер асқындап бара жатқан еді. Бірақ Томның негізгі келген мақсаты қызға өзінің жеңгенін хабарлап, енді оның қарыздарын жауып беретінін айту еді. Том үйге келіп өзінің заттарының барлығын орнында тұрғанын көреді. Бірақ досы еш жерде жоқ еді. Жұмысшылары оны уайымдай бастайды. Том жігіттің ата-анасынан досының қайда кетуі мүмкін екенін анықтамақ болады. Том ол жерде өзінің әжесіндей болып кеткен Паулдың әжесінің қайтыс болғанын біледі. Сонымен қатар досының Калифорнияға 1-ші класспен ұшып кеткенін естиді. Демек оның жолына біреу ақша төлеген. Бұл уақытта бір көлдің жағасында жүрген Паул досының оны осы жерге дейін іздеп келетінін күтпеген еді. Жігіттер сөйлеседі және де жанжалдың негізгі басы Том досынан тартып алған Паулдың алғашқы махаббаты болып шығады. Том өзінің отбасы жоқ болғандықтан жай ғана досын қызғанғанын айтады.
Осылайша қызғаныштан ол досының ең жақын адамын тартып алады. Бір-біріне болған реніштерін айтқан достар ақыр соңында татуласады. Компаниядағылар Томның жеңісін құттықтау үшін кеш ұйымдастырады. Бұл жерге Том келіп өзінің де жеңілгенін жариялайды және де байлықтың теңдей екіге бөлінетінін айтады. Сонымен қатар олар жұмысшыларына жаңа проект жасайық, бірақ бұл жолы телефонда емес, қала сыртында бір жерде жасайық деп ұсыныс жасайды. Компаниядағылар миллиондарын қайда жұмсаймыз деп талқылап жатқанда Цукерман Нананы өзі іске қосады. Енді ол ойлап тапқан адамға ақша төлемейді және де бәсекелестіктен қашу үшін компанияны жауып тастауы мүмкін. Жігіттер жұмысшылар үшін жасай алатын жалғыз нәрсе офистағы сатуға болатын заттарды таратып беру еді. Люси үйден шығып қат жазылған столға жіп арқылы байланған офистық заттарды көреді. Көше бойлап заттардың ізінен жүрген ол орманның ішіне келеді. Ол жерде оны Том күтіп тұрған еді. Тағы да киімсіз тұрған Том қызға оны барлық ауруымен қабылдауға дайын екенін айтады. Сонымен қатар енді ода мүлде ақша қалмағанын да хабарлайды. Ескі машинаға тек қана керекті заттарын салып алған Том, Пауль және Люси саяхатқа аттанады. Енді оларға бақыт үшін қолдарындағы заттары да жеткілікті еді. Өзеннің жағасында отқан достар жоғалтып алған проектілерін әңгіме қылып отырады. Жымиып күліп отырған Пауль Цукерманға баюға мүмкіндік бермейтін бірдеңе жасап кеткенін айтады. Виртуалды көмекшімен достығын пайдаланып, Пауль бірнеше уақыт өткен соң виртуалды көмекшіге адамдарға керексіз рекламаларды тыңдап, керек емес заттарды сатып алып жатқанын хабар беруін тапсырады. Пауль өзінің жасағандарын айтып болған сәтте Нанадан құрастырушысының сұраған барлық өтінішін орындағаны туралы хабарлама келеді. Достар, соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Төмендегі комментарийда өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздерге кішігірім өтініш: бізді қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бізге жаңа видеоларды шығару үшін өте үлкен мотивация болады. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.